Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 10-шы сабақ «Саған не ұнады?» Что тебе понравилось? Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь, выучи. Ғасыр, век, бұрын, раньше. Обратите внимание на слово «бұрын». Когда мы пишем «бұрын». А когда мы говорим, произносим, вместо «и» тоже говорим букву «о». Бұрын. Менімен бірге оқы. Послушай и прочитай вместе со мной. Маған музей ұнады. Саған музей ұнады. Сізге музей ұнады. Оған музей ұнады. Ребята, маған – это мне. Мне, саған – тебе. Сізге – вам, оған – ему. Екінші тапсырма. Мәтінді оқы, прочитай текст. Бұл кітап музейі. Музейде әртүрлі кітап бар. Мына кітап 10-шы ғасырда шыққан. Ол көне түркі тілінде жазылған. Это книжный музей. В музее есть разные книги. Эта книга была написана в X веке. Она написана в древнем туркском языке. Мынау 200 жыл бұрын шыққан кітап. Ол араб тілінде жазылған. А эта книга была выпущена 200 лет назад. Она написана на арабском языке. Музейде қызықты энциклопедия, альбом, электронды кітап көп. Маған кітап музейі ұнады. В музее много интересных энциклопедий, альбомов и электронных книг. Мне понравился книжный музей. Үшінші тапсырма. Оқы сөйлемдерді мәтін мазмұны бойынша орналастыр. Прочитай и расставь предложения по порядку текста. Мысалы, например, первое предложение будет Алматыда кітап музейі бар. Екінші, музейде көне түркі тілінде кітаптар бар. Дальше, ребята, по порядку, по тексту работаем и расставляем предложения по порядку. Төртінші тапсырма. Сөйлем құрап көшіріп жаз. Составь предложение и выпиши. Здесь, ребята, мы должны соединить. Начинаем каждое предложение. Здесь, ребята, мы должны соединить столбики, да? Предложение начинаем «мына кітап». Потом мы должны выбрать по тексту, сколько лет назад было выпущено. 200 жыл бұрын шыққан. Значит, в конце пишем «жыл бұрын шыққан». Бесінші тапсырма. Суреттерге қарап, бұл қандай кітап деген сұраққа жауап бер. Посмотри на картинки и ответь на вопрос. Какая это книга? Көне кітап, жаңа кітап, таза кітап, өте ескі кітап. Көне слово, ребята, мы знаем, да, переводится как древнее. Жаңа кітап – новая книга. Таза кітап – чистая книга. Өте ескі кітап – очень старая книга. Покажи рисунки и назови их. Кел жаттайық. Давайте выучим. Көне кітап көзіндей ғұламаның кешегі. Зейін қойсаң ерінбей, көп жұмбақты шешеді. Есте сақта, запомни. Бұл кітап музейі. Музейде 10 ғасыр бұрын шыққан кітаптар бар. Мына кітап көне түркі тілінде жазылған. Мына кітап 200 жыл бұрын шыққан. Ол араб тілінде жазылған. На том уроке вы просили переводы стихотворения. Я расскажу вам, о чем здесь говорится в стихотворении. О чем? Древняя старая книга – это как будто глаза ученого. И если ты не будешь лениться, ерінбей, лениться, да, не лениться, и будешь читать, ты найдешь много ответов. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк.
осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.